Шавкат Рахмоновты. That man gives me chills. Баршаңызға ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздермен ма тайм каналы, алғашқы ма жайлы жаңалықтар каналы. Ал біз бастаймыз. Қазақстандық жартылай орта салмақтағы жауынгер Шавкат Рахмоновты қызу қолдауымен танымал UFC журналисті және комментаторы Лаура Санко Номадқа деген сезімі туралы айтты. Өткен сұхбаттарының бірінде Санко Рахмоновтың оны елжірететінін және оны жауынгер ретінде таңдандыратынын мойындады. UFC комментаторы Лаура Санко сізге жауап беретін бір вирустық бейне бар. Иә, мен оны негізінен көрдім. Шавкат Рахмоновты. That man gives me chills. He has a 100% finish rate. Бұл жайлы ештеңе айта алмаймын. Ақырында, ер адам ондай кезде өзің жақсы сезінеді. Әйел ретінде таңданған кезде мен әдетте жақсы сезінемін. Бұл оқиға әлеуметтік желілерде кең резонанс тудырып, әзілдер мен мемдердің объектісіне айналды. April 22nd here in the Sanko, what's going on? What are you doing? What? I don't know what you're talking about. I have no idea what you're talking about. 171 What for would give you that Shawkat impression? Rachmonovты. Y'all went and made it weird though. It got weird on the internet. All of Kazakhstan thinks I'm, obsessed. I am obsessed. Енді Лаура Рахмоновқа деген қызығушылығы тек спорттық сипатта екенін түсіндіруге асықты. Мен бұл адамға ғашық емеспін. Мен оның жауынгерлік стилін жақсы көремін. Бүкіл ел мен оны сүйемін деп ойлайды. Сондықтан мен түсінікті болуым керек. Мен әлі де оның жанкүйерімін, бірақ мен оған ғашық емеспін. Бүкіл Қазақстан бұл оқиғаға қуанышты, өйткені менде 20 мың жаңа жазылушы бар дейді Санко. Осы уақытта американдық жауынгері Израиль Рахмоновтың жанкүйеріне жүгінді. Израиль Майамидегі 287 турнирінде жерлесі Джозеф Пайферге қарсы жекпе-жегінің алдында салмақ өлшеп, күтпеген жерден американдық журналист Лаура Санкоға жүгінді. Израиль оған Шавкат Рахмоновтың телефон нөмірін беруге дайын екенін қалжыңдады. Сәлем, менің атым Израиль және мен келесі командасы үшін күресіп жатырмын. Лаура, мен Шавкатты жаттықтырамын. Сондықтан егер сіз маған осы нөмірді алғыңыз келсе, мен сізді түсінгенімді айтыңыз. Мершат айтты. Енді тікелей спортқа. Америкалық спорт Zoom арнасы қазақстандық файтер Шавкат Рахмоновтың әлеуетін бағалады. UFC әлемі Шавкат Рахмоновтың әлеуетінен қорқады. Оның төбесі тек аспан. Рахмоновтың тамаша рекорды, әртүрлі дағдылар арсеналы бар. Күрес, соққы, физика, жекпе-жек IQ. Мұның бәрі оны алдағы жылдардағы ең қорқынышты UFC даңғылдарының біріне айналдырады. Егер ол сол жолмен жүре берсе, онда ол жартылай орта дивизионның болашағы болады дейді арна авторы. Естеріңізге сала кетейік. Қазіргі уақытта Шавкат Рахмонов UFC-де 5 жекпе-жек өткізіп, оларда 5 мерзімінен бұрын жеңіске жетті. Қорытындылай келе, әйгілі американдық жаттықтырушы Хавьер Мендес осы титулдың иегері Бразилиялық Алекс Перейра мен Израильдің Жаңа Зеландиялық Адесанья арасындағы алдағы реваншта кім жеңетініне қарамастан орта салмақтағы UFC чемпионы бола алатын жауынгерді атады. Менде мұндай күрескер жеңілмеген Хамзат Чимаев деп санайды. Менің пікірімше, мен Чимаевпен шайқаста Перейра мен Адесаньяға мүмкіндік бермеймін. Хамзаттың керемет дағдылары бар, әсіресе күрес. Орта дивизионда оған ұқсас ешкім жоқ. Кешіріңіз, бұл жігіттердің онымен кездесуге мүмкіндігі жоқ. Егер Хамзат олармен стойкада күресуді шешсе, онда оған тек сәттілік тілеуге болады. Оған төтеп беру өте қиын болады. Мен бұл жігіттермен Чимаевтың аяғына қарсы тұра алатынына күмәнданамын, бірақ жер бетінде олар оны жеңе алмайды. Хамзат бұл күрестегі аң, сондықтан егер ол бір кездері осы жігіттердің біреуімен ұрысса, мен оның жағында боламын. Мен бұл тұжырымға дағдылар жиынтығынан келдім. Жекпе-жектің барысын басқаратын адам жеңеді. Хамзат жекпе-жектің барысын бақылайтынына күмәнім жоқ. Сондықтан мен оны таңдаймын деді жаттықтырушы. Ал бүгінде бұл барлық достар. Көргеніңіз үшін және келесі шығарылымда кездескенге дейін көп рахмет. Бүгінгі күн жаңалықтары осы. Каналға жазылып лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше.